Good day students, how are you? Қайырлы күн құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып People's Book кітабындағы checkpoint тапсырмаларын орындайтын боламыз. 17-ші беттеріңізді ашыңыздар. Exercise number 1, look and write. Бірінші жаттығу, қара және жаз деген. Оқушылар суреттерге қараймыз. Суретте қандай ойын түрі, спорт түрі берілген, соның атауын жазуымыз қажет. Мысалы, 0-де rowing деп тұр, ол бізде қайықпен есу. Біріншісін қарайық енді, ол бізде садақ ату, archery болады. Екінші, ол бізде семсерлесу, fencing. Үшінші, ол бізде су добы, біз water polo дейміз. Төртінші, gymnastics, яғни гимнастика. Бесінші, figure skating, мәнерлеп сырғанау. The next exercise number 2, read and choose and complete the table. Оқушылар екінші жаттығу оқып және толықтырамыз. Яғни қарамен берілген сөздің біреуі дұрыс, соны біз жазуымыз қажет. Біріншісін қарайық. Нұрлан and Гүлсара juggle немесе juggles on Sundays. Яғни бұл жерде екі оқушының атын айтып тұрғандықтан, бұл жерде s жалғанбайды, яғни juggle болады. Екінші Көркем go немесе goes, бұл жерде goes болады, бір адамды айтып тұрғандықтан. Көркем goes bowling on Saturdays. Үшінші Сәуле has a sack race on Sundays. Has the жазамыз. The next Нұрлан plays hopscotch on Saturdays. Plays болады. Бесінші Көркем does a jigsaw puzzle on Sundays деп жазамыз. Exercise number 3, read and complete. Оқы және толықтыр. Сөйлемді толықтырып жазуымыз қажет оқушылар. Бірінші, how much the tickets cost деп тұр. Бұл жерге біз do көмекші етістігін қоямыз. Басына how much do the tickets cost деп жазамыз. Келесі екінші, they don't watch sports on TV болады. Үшінші, where does he play handball? The next, he doesn't like gymnastics. Бесінші, what does Dana wear when she plays rugby деп жазамыз. Келесі exercise number 4, read and underline. Төртінші жаттығу оқы және астын сыз деген. Біріншісін қарайық. Қайрат runs very quickly болады. Екінші, do you go always немесе always go bowling with your brother? Do you always go bowling болады бұл жерге. Үшінші, do you play chess very well? Well сөзін жазамыз. Төртінші, Сәуле skates beautifully болады. Бесінші, I sometimes watch figure skating on TV. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Goodbye, students.